Жеңіс деген осындай болу керек. Шетелге көшіп кетеміз. Ертең. Акцияларды сатып алу. Неге бұл жерде Мұхит пен Зәуре Жарқынбекқызының аты жөні тұр? Мен бұл келісім шартпен әлі өзімде танысқан жоқпын. Мен ешкімнің дүниесін тартып алып жатқан жоқ. Өздері өз еріктерімен берді. Бүгін біз тойлаймыз. Сезім толқыны 2 телехикаясы. Қол қойған кезде ішім бір нәрсені сезген. Бұл істе бір шикілік барын сездің ғой. Ұста! Жеңіс деген осындай болу керек. Шетелге көшіп кетеміз. Ертең. Акцияларды сатып алу. Неге бұл жерде Мұхит пен Зәуре Жарқынбекқызының аты жөні тұр? Мен бұл келісім шартпен әлі өзімде танысқан жоқпын. Мен ешкімнің дүниесін тартып алып жатқан жоқ. Өздері өз еріктерімен берді. Бүгін біз тойлаймыз. Сезім толқыны 2 телехикаясы. Қол қойған кезде ішім бір нәрсені сезген. Бұл істе бір шикілік барын сездің ғой. Ұста! Жеңіс деген осындай болу керек. Шетелге көшіп кетеміз. Ертең. Акцияларды сатып алу. Неге бұл жерде Мұхит пен Зәуре Жарқынбекқызының аты жөні тұр? Мен бұл келісім шартпен әлі өзімде танысқан жоқпын. Мен ешкімнің дүниесін тартып алып жатқан жоқ. Өздері өз еріктерімен берді. Бүгін біз тойлаймыз. Сезім толқыны 2 телехикаясы. Қол қойған кезде ішім бір нәрсені сезген. Бұл істе бір шикілік барын сездің ғой. Ұста! Жеңіс деген осындай болу керек. Шетелге көшіп кетеміз. Ертең. Акцияларды сатып алу. Неге бұл жерде Мұхит пен Зәуре Жарқынбекқызының аты жөні тұр? Мен бұл келісім шартпен әлі өзімде танысқан жоқпын. Мен ешкімнің дүниесін тартып алып жатқан жоқ. Өздері өз еріктерімен берді. Бүгін біз тойлаймыз. Сезім толқыны 2 телехикаясы. Қол қойған кезде ішім бір нәрсені сезген. Бұл істе бір шикілік барын сездің ғой.